Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен шоколадно-банановый пирог жасаймын, яғни шоколад пен банан қосылған пирог. Бұл пирогты әсіресе балалар қауымы жақсы көреді. Ал кеттік. Ең алдымен темный шоколадымыз бен сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Оның өзін екі бөліп ерітесіздер, 2 рет үзіп 1 рет саласыздар, 40 секунд қоясыздар да, алып шығып араластырып, тағы да солай 40 секундқа қоясыздар. Бірден сразу 1 минутқа 2 минутқа қойып ерітпеңіздер, онда шоколадтарыңыз жабысып қалады. Енді жұмыртқамызға қантымызды қосып миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз бен қантымыз біріккен кезде көпіріп аппақ болады, көтеріліп. Сол кезге дейін жақсылап миксерлейміз. Миксерді ең басында бастағанда жайынан қосып отырып, күшін көбейтіп отырасыздар. Міне, біздің массамыз ағарды, көпіріп, көтерілді. Енді осының үстіне жаңағы еріткен шоколад пен майымызды қосамыз. Әрине оларды суытасыздар кішкене, бірден ыстық күйінде қосып жібермейміз. Екеуін қосып жақсылап миксерлейсіздер осылай. Келесі біз бананымызды блендермен осылай сақтайтын боламыз, яғни міне бананымызды сақтадық. Енді оны да осы біз сұйық массамызға қосамыз. Қазір сұйық массамызға қосып, екеуін біріктіріп, тағы да миксерлейміз. Асықпай барлығын жақсылап миксерлеу керек. Содан кейін банандарыңыз міндетті түрде холодильникта емес, комнатный температурада тұрған банан болсын. Енді сухой ингредиенттерімізді араластырып аламыз, яғни құрғақ ингредиенттерімізді ұн, какао, разрыхлительді жақсылап араластырып алдық барлығын. Менде ұн алдын ала електен өткізілген. Сіздер де солай алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Осы сухой ингредиенттерімізді жаңағы сұйықтығымызға қосамыз, сұйық массамызға. Екеуін жақсылап тағы да миксерлейміз сосын. Арасында түйір-түйірлер қалып қоймасын, сондықтан асықпай бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Келесі дайын болған массамызды формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градустағы 35-40 минут пісіріп аламыз. Мендегі форманың диаметрі 28, сіздерде одан кішірек диаметр болса, бола берсін. Онда сіздердің пирогтарыңыздың биіктігі биік болып шығады, ал менде диаметр үлкен болып шықты. Міне менің пирогым пісіп шықты. Енді пирогымыз пока суығанша бетіне құятын ганашты дайындаймыз. Ол үшін мен магазиндегі плиточный шоколад молочный алдым да, соны микроволновкада ерітіп алдым. Үстіне міне сұйық май қостым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырғаннан кейін үстіне осындай арахистар саламыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы ганашымызды әбден толықтай суыған пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Барлық жеріне қазір бірдей етіп жайып шығамыз ганашымызды. Одан кейін холодильникқа салып қойыңыздар. Міндетті түрде холодильниктен шыққанда бетіндегі ганашы қатып, әдемі болып тұрады. Бұл пирогты әсіресе балалар қауымы өте сүйіп жейді. Менің балаларыма ұнаған пирогтардың бірі. Сіз де балапандарыңызға жасап беріп қуантыңыз.